Ерекемнің ей. Ол түрекем команда өзіміздің 98-ді қолмен салып мына жақта. Оныншы сәуір Түйминақ ауылы. Мына Түйминақ ауылының көрінісі осындай болып жатыр. Ал құрметті халқым, мінекей мынау бүкіл Қазақстан бойынша тасқын су апаты болып отыр. Мінекей апат дейміз ба енді болса, мінекей қаншама үй қирап, халық қиналып, көптеген қиыншылықтар туып жатыр елдің басына. Осы жерде 13 үй бар еді. Мал шаруашылығымен айналысып, өздерінің табыс көзін айырып отқан мінекей мынандай жағдай болып жатыр. Халық қазір енді мына қолдаушылардың әйтеуір қамқорыменен, киіз үймен әйтеуір өздерінше тіршілік етіп жатыр. Үй болса мынау су міне түгел басып тұр, құлағаны құлады, түгел іске жарамсыз болып қалды. Басқа енді әйтеуір осы қолдаушылардың, волонтерлардың қолдауымен әйтеуір шамалы жақсарып жатыр жағдай. Киіз үймен қамтамасыз етті. Мотор, жанар-жағар маймен көмектесіп жатыр еріктілер. Бәріне рахметімізді айтамыз. Алдағы жылда бұндай қайталанбасын деп тілейік. Бірлігімізден айырмасын, елдігіміз нығая берсін осылай. Аман болайық. Әйтеуір осы үйлерімізді қайттан орнына келтіріп, үкіметтен сұрайтынымыз әйтеуір.
сондай бір жақсы жаңалық болса дейміз. Иә, біз енді жұмыс ақша не сұрамаймыз, осы үйімізді орнына келтіріп берсе деген ойымыз бар. Иә, әйтеуір бар тілегіміз сол. Жұмысымыз жоқ, істеп жатқан. Иә, осы күнкөрісіміз мал, тосын топырағы киелі жер, мына жер малға, шаруашылыққа ыңғайлы. Сол себепті осы жерден қозғалмай отырмыз. Ауыз суымыз бар, мына жерде құдық, совхозды қамтамасыз етіп отқан құдық бар. Оны да су басып кетті. Сондай жағдай болып жатыр елде. Жалпы Қазақстанның бүкіл жерінде болып жатыр. Жалғыз біз емес. Бірақ шыдамдылық танытып әйтеуір келе жатырмыз. Сол айтатынымыз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Қолдау қажет етеміз әлде. Жақсы, аман болайық әйтеуір. Тосын қымы 14-ші үй. Тюминақтың көшесінде келе жатырмыз.